Тұрғындардың арыз шағымдарына қарамастан қалада білім беруді ақпараттандыру және сандық жүйеге көшіру жұмыстары дамып келеді. Алайда шаһар тұрғындары уақытылы өздерінің керек құжаттарын ала алмай қиналып жүргендерін айтады. Кейбіреулері балабақшаға кезекке тұра алмай жатса, енді бірі жер алу үшін артық құжаттармен бастарын қатырып жүр. Тәртіп бұзып заңға бағынбай жүрген мемлекеттік қызметшілердің жұмысы кезекті әкімшілік аппарат жиынында талқыланды. Согласно статистическим данным, из 62 705 государственных услуг оказано с нарушением срока 872 услуги или 1,4% от общего числа. Из них по вине государственного органа 872, что составляет 100%. Қалада мемлекеттік ұйымдарда орын алып жатқан ұзын сонар кезек, бағдарламадағы ақаулар тіпті мекеме мамандардың тапшылығы шенеуніктердің мәртебесін түсіріп жатқанға ұқсайды. Тіпті қала тұрғындарының көпшілігі өздерінің наразылықтарын білдірді. Цонға келеміз біз. Цонға келген кезде, бұрын кірген кезде біз справканы 5-10 минутта алып кететіміз. Қазір қайдағы бір программа шығарып қойғанда бізге қиын болып отыр да, бізде уақыт жоқ оған деген. Многие недовольны тем, что консультанты количество меньше стало, люди нормальной консультации не получают, вследствие чего идут в зал и время терять много. Негізі қазір кезде электронды түрде жұмыс жасап жатыр, бір жағынан дұрыс ыңғайлы деп ойлаймын. Негізі біз бұрын кезде жұмысқа ақылы төлеп, сол жұмыс орнына керекті құжаттарды негізі ақылы алатынбыз. Қазір жағдайда жақсы электронды, өте ризамыз. Как не придешь, как не получаешь что-либо или какие-либо услуги, постоянно у них какие-то проблемы. То база не работает, то интернет зависает. В принципе, это не только в ГАИ, это во многих организациях такое.